Сәлем достар, не тамақ істеймін деп ойланып отқан болсаңыздар, онда міндетті түрде палау жасаңыздар. Бәріміз жақсы көріп жейтін, сүйіп жейтін тамағымыз, яғни өзбек халқының ұлттық тағамы палауды бірге оп-оңай, ең жеңіл түрде бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қойдың еті, сиырдың еті, ол өз қалауларыңыз. Осылай етіміздің екінші жағын аударып, жақсылап қуырып аламыз. Осылай қызарғанша қуырған соң, енді үстінен пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Достар, егер сіздер пиязды қатты қызартырып қуыратын болсаңыздар, онда палаудың реңі, яғни цветі қызғылт болып шығады. Ал егер пиязды сәл ғана сарғыш түрге кіргізіп қуыратын болсаңыздар, онда палаудың реңі ақшыл болып шығады. Маған ақшыл палау ұнағандықтан пиязды көп қуырмадым. Енді осылай сәбізімізді салып, сәл ғана қуырамыз. Сәбізді көп қуыруға болмайды. Енді үстінен осылай мен ноқатты салып жібердім. Ноқатты міндетті түрде 2-3 сағаттай жібітіп қойыңыздар. Мен ноқатты жақсылап жуып жібіттім. Сол үшін өзінің жібітілген суымен бірге құйып жібердім. Енді өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай тұз салып, 1,5-2 сағаттай қайнатамыз. Осылай 2 сағаттай қайнатқан соң мен үстінен зіре салдым және қара мейізді салып жібердім. Енді осылай үстінен күрішімізді салатын боламыз. Мен күрішімізді жуып, бір 10 минуттай жылы суға жібітіп қойдым. Енді күрішімізді осылай салып, сәбізі міндетті түрде астында қалуы қажет. Сәбіз бен күрішті алдын ала араластыруға болмайды. Енді күрішімізді осылай жақсылап жайып, отымызды, яғни газымыздың астын көтеріп, міндетті түрде қатты газда қайнату керек. Күрішіміз езіліп кетпеуі үшін. Мен осындай чеснокты салып қойдым. Міне осылай қатты қайнатамыз. Күрішіміз жақсылап осылай суыны тартуы қажет. Күрішіміздің барлығының суын тартқан соң, осылай домалақтап, жинап шығамыз. Енді бетін жауып, газымызды, яғни отымызды төмендетіп, демдеп қоямыз. Жарты сағаттай демдедім мен. Міне біздің палауымыз дайын болды. Енді еттерін турап, үстіне қойып, дастарханға тартатын боламыз. Палау майлы болуын қаласаңыздар, қойдың құйрығын салып жіберсеңіздер болады. Яғни етті қуырып жатқан кезде мен майсыздау етіп осылай дайындадым. Және бөдененің жұмыртқасын қайнатып айналасына осылай қойдым. Қазы салсаңыздар да, ол өз қалауларыңыз, сіздерге ас болсын.